Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Тақтарбай Бибі. Біз бүгін бумажный сюрприз ашатын боламыз. Және де менде бір жаңа коллекция бұл диски деп аталады. Вот осындай пакетиктер бар. Және осындай. Және де біз өкінішке орай бір коллекцияны аяқтаймыз. Бұл авокадо деп аталады. Ал енді коллекцияларды таңдайық. Алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы пельмешка, ұмытып қалдым мен. Давайте бүгін осындай пакетикті алайық. Келесі коллекция подушки деп аталады. Давайте бүгін осы бірінші пакетикті алайық. Наверное, мен каждый раз осы бірінші пакетиктен бүйтіп алып тұрамын. Коллекция AirPods, чехлы для AirPods деген. Келесі видеода аяқтайды екенбіз. Давайте бүгін осыны алайық. Коллекция торты. Давайте бүгін мынадан аламыз. Осыны алайық. Осыны алайық. Және бүгінгі жаңа коллекциямыз диски. Давайте бүгін осындай түсін алайық. Немесе давайте осындай алайық. Микки Маус. Или мынаны алайық па. Давайте осыны ала берейікші. Көпті. Менің каталогым. Вот осындай. Бірінші коллекция авокадо. Бүгін аяқтаймыз бұл коллекцияны. Вот осындай пакетик. Мынау авокадоның өзі. Авокадоны жастық қой. Или просто авокадо, не знаю. Мынау жастық вроде. Одан да просто авокадо кәдімгі. Жабыстырайық. Ой. Ну, конечно, как всегда. Осылай жабыстыра беремін. Мінекей. Осылай шықты бұл коллекция. Негізі мына пергамент болмағанда, бұл коллекция әдемі шолшы еді. Блин. Не. Келесі коллекциямыз бұл чехлы для AirPods. Осындай вот пакетик. Уже ашықтыр. Бүгін бізде авокадо шықты. Осындай вот. Келесі бетте. Осы жерде. Келесі видеода осыны аяқтаймыз. Осы коллекцияны. AirPods сен нормально ашыласын деген ойдамын. Жоқ.
Наконец-то. Жоқ. Осы пергаменттен қарағанда да немен жақсырақ естеледі ғой. Ашылады ғой ана. Қағазға скотч жабыстырасың и бетіне осы наклейканы жасайсың, жабыстырасың. Ондай наклейкалар менде бұрында болған. Қазір ондайлар жоқ. Бір күнде жасап қалармын, себебі кейде менде материалы бітіп қалады, керекті. Коллекция подушки. Және бізде осындай подушка шықты. Попкорн, 4 бұрышты, обычный. Мына қызыл түс бітіп қалғаннан кейін мен дұрыс бояй алмадым. Номер 1. Осы жерге. Блин, аны прям жақын жабыстырып қойдым. Енді бірге жабыстырамыз, енді қайтеміз. Міне мында да номер 1 деп тұр. Міне осылай шығып жатыр бұл коллекция. Вот, жаңа каталогымызды алайық. Вот осындай сердечкамен. Бірінші коллекция бұл бізде тортики. Кешірім сұраймын, да, не, штатив дұрыс ұстамай жатыр. Және бізде бұнда осындай торт. Черникамен. Номері 1. Осы жерге бүгін бірінші бетті аяқтаймыз. Вот. Вообще осындай болғанда жек көремші. Просто қарандарына екеуі бірдей да почти. Бүйтіп істесем, мынау шеттеріне несі қалады. Жабысып қалуы мүмкін. Мына жерге жабыстырамыз. Вот. Осылай шығып жатыр. Келесісі бізде пельмешка. Осындай вот пакетик. И бұнда осындай мышка ұстап тұрған пельмешка. Вот. Прям милый. Келесі бетте тағы да. Алдыңғы видеода осындай шыққан болатын. Бүгін осы жерге осындай шықты. Міне осылай шығып жатыр. Және бүгінгі жаңа коллекциямыз диски. Мен осы деп істей салдым. Простой қылып. Обычный қылып. Осындай көк пакетик. Ашайық. Номері 4. Келесі бетте. Және де бұнда осындай вот диска. Номері 4. Мынаның түрі де ужасно болып тұрған. Каталогтың өзімен осы. Мінекей осылай шықты. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Кімге ұнады,
тіркеліп лайк басыңыздар. Видео өте аз болды. Жарайды. Сау болыңыздар.